Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қытай елінен кезекті тапсырыстар. Екі тапсырыс келді. Бүгін мінекей мынаны бірінші ашып тексеріп көріп жіберейік тезірек. Бұл 11-ші наурыз күні тапсырыс берілген Алиэкспресстен. Бұл Mi Bandқа арналған мындай ремешок. Осындай екі түсін тапсырыс бердім. Менде алып осыған дейін мынандай браслет болған. Mi Bandтың браслет өзінің оригинал браслет мынандай жырылып қалды. Сол үшін осындай браслет тапсырыс бердім. Қазір көреміз. Екі орнына тұра қалды. Сапасы жаман емес. Дәл оригинал сияқты. Размерді бәрі дұрыс келіп тұр. Бәрі дұрыс орында. Екіншісі мынандай көк түсте. Енді басты тапсырысымызға келейік. Бұл Gearbest сайтынан келген HomeTom HD7 смартфоны 21 наурызда жеңілдікпен $38 тапсырыс берілген. 16 күндей шамамен 16 күн арасында жетті. Шамасында HomeTom HD7 дейді. Осындай ғана коробкасы. Телефонымыздың өзі ақ версиясы екен. Ол жерде акцияда түсін таңдайтын уақыт болған жоқ. Тапсырыс беру керек болды. Үлгеріп салмақты өзі. Комплектісінде зарядкасы 5 вольт 1 амперге арналған және USB кабель. Және мынандай қысқаны user guide ағылшын тілінде. Басқа еш нәрсе жоқ. Қорапшасы осындай ғана өте қарапайым. Артында характеристикасы жазылған. EMT 6584 ядролы 1 ГГц беретін процессор. Бюджетный 2 микросим, Android 5.1 операциялық жүйесі. Қосылмай тұр. GPS-і бар. GPS типіндегі экраны 5,9 дюйм, 1280x720 HD разрешение. Басты камерасы 5 мегапиксель, 8 мегапиксельге дейін интерполяцияланған. Алдыңғы камерасы 2 мегапиксель, 5 мегапиксельге дейін интерполяцияланған. Азу бұл жерде 1 гигабайт, өзінің жадысы 8 гигабайт, microSD картасын салуға болады. Және батареясы 3000 мАh деп көрсетілген. Осындай қақпағы осындай пластиктен жасалған. 3000 мАh дейді, өте жіңішке. 3000 мАh шықпайды менің ойымша, шығуы екі талай. Қосылды. Артында 2 симка және SD картаға арналған орын бар. Басқа еш нәрсе жоқ. Қосылып жатыр. Шеткі рамкалары металл сияқты. Өте салмақты. Шамасы шынымен де металл болу керек. Телефонымыз бәрі Қытай тілінде. Неге орысша аудармаған түсініксіз. Қазір орыс тілін қойып көреміз. Қазақ тілде бар екен.
мінекей Play Market бәрі қойылған. Таза Android 5-те 1 болу керек. 5-те 1 мінекей. HD 7 дейді. Камерасын тексеріп көрейік. Камерасы үлкейіп көрсек, мінекей көрініп тұр. Интерполяцияланған, шум көп өте. 5 мегапиксельді камера. Мінекей достар, осындай ғана телефон келді бүгін. 5-те 5 дюймдік. Астыңғы жағында динамик. Біреу обманка болу керек. Мінекей микро USB-ге арналған слот. Сол жағында блоктан шығару және дауыс көтеру батырмасы. Жоғары жағында мини джек 3,5 мм. Сол жағында, оң жағында еш нәрсе жоқ. Астыңғы жағында мінекей 3 кнопкасы бар. Меню, домой, артқа деген. Мінекей настройкасында көптеген настройкалары бар. Мінекей системный жесты дейді. Өзінің неше түрлі жесттары бар екен. Мінекей магия пальцы дейді. Не екенін шынымды айтсам түсінбедім, бірақ мінекей қытайшадан аударылған болу керек шамасы. Дұрыс аударылмаған. Мінекей после открытия будет много сбор точка электричества дейді. Яғни түсінгеніміз бұл жерден қоссақ энергия көп кетеді деген сөз. Және мінекей мынандай екі тал тап дегендер бар. Жаңағындай блокта тұрған кезде мінекей экран блоктан шығатын өзінің сондай функциялары бар. Мына жерде мінекей дауысы осындай шығады. Дауысы жақсы шығады деп айтуға болады. Мінекей осындай ғана смартфон. Өзі салмақты, мына рамкалары темір болған соң шығар. Қазір салмағын өлшеп көреміз. Мінекей 196 грамм. Мінекей көріп отырсыздар. Размері де жап-жақсы үлкен, салмақты, ауыр. Ұстағанға жалпы шеттері мынандай домаланған, мынандай бұрыш емес, ұстауға ыңғайлы деуге болады. Бірақ мына бұрышы мінекей мына жері үшкірлеу. Әзірге осы достар. Назарға көргендеріңіз үшін рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар. Мінекей достар, мына телефонды Wi-Fi желісіне қосқаннан кейін обновление келді. Онлайн обновление, ото обновление дейді. Сол обновление бір шамасы 86 мегабайт болды размері. Сол обновлениені орнатып едім. Мінекей мына ішіндегі темасы, интерфейсі бәрі мынандай әдемі болып өзгеріп кетті. Мінекей мына жерде өзінің бір осындай виджеті бар. Мысалы мынандай музыка қойылатын. Және мінекей мынандай иконкалары бәрі мына жерде ауысып кетті. Приложениенің бәрі рабочий столда, жаңағы MIUI сияқты. Бұл нені білдіреді? Бұл дегеніміз жаңағы производительден поддержка бар деген сөз. Яғни қандай да бір ошибка бір нәрсе болып жатса, олар міндетті түрде жаңағы ошибканы түзейтін обновление шығарып жібереді деген сөз. Жалпы телефон жаман емес. Мінекей бағасы өздеріңіз көріп отырсыздар, Gearbestте $38 айналды. Бұл бағаға өте жақсы телефон деп айта аламын. Бұл обновлениенің тағы бір артықшылығы, мінекей мына қосымша настройкалар пайда болды. Мінекей мына жерде неше түрлі жаңағындай рабочий столға обойлар, неше түрлі мінекей әдемі обойлар бар.
мысалға неше түрлі темалар пайдалануға болады, және эффектілер неше түрлі, мысалы эффектпен ауысатын қылып істеуге болады. Бұның бәрі әрине плюс. Және тағы бір артықшылығы, мінекей FM радиосы бар. FM радио жаңағы наушникті тығып, өзіміздің сүйікті радиоларымызды тыңдауға мүмкіндік бар. Және мына Antutu'ды орнатып тексеріп көрдім. Мінекей 22.862 балл жинады Antutu'да. Және айта кететін жайт, мен басында ойлағанмын, бұл жаңағы MT6580 1 ГГц процессор деп, сөйтсем бұл 1 ГГц емес, Antutu'дың айтуы бойынша 1,3 ГГц екен. 1300 МГц деп көрсетілген. Және маған ең ұнамаған жері бұл телефонның жаңағы тач, екі ғана тач бар. Бұл екі тач, мінекей, одан артық қабылдамайды. Екі тачты мысалы жақын жерге ұстасақ, мінекей, істемей қалады. Екі саусақ жақып тұрған кезде бірақ тач қана істейтін болады. Бұл ойындар ойнаған кезде үлкен кедергі болып есептеледі. Ал басқа жағынан жаман емес телефон, жақсы телефон, алуға болады. Өзінің бағасына тұрады, жақсы бюджетник. Енді батареясын әлі тексерген жоқпын. Шынайы, шын сыйымдылығы қанша екен. Кейін тексерген соң осы видеоның описаниясында қалдырып кететін боламын. Әзірге осы, достар, көргендеріңіз үшін көп рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.